Дендер топырағының төл перзенті, қазақтың тұңғыш бард әншісі, талантты ақын, композитор, Индер ауданының құрметті азаматы Табылды Аяшұлы осы өңірдің талантты тұлғалар тізбегінің алдыңғы сапында тұр. Жер топырағы мен ел азаматымен киелі дегендей, небір өнердің майталмандарын, небір сөздің сүлейлерін, небір өнердің қарлығаштарын өмірге келіп, өнерге қанат қақтырып, небір шежірелі ақындардың өкшесінің ізі қалған өңірде, Табылды ақынның өмір сүріп, арқалы ақын елге сыйлы қайраткер атануы индерлік жерлестері үшін зор мақтаныш, биік мәртебе. Адамның адамшылығы көбіне соңына қалдырған ізімен өлшенеді, жүректің төрінде жүреді. Табылды Аяшұлы ұзақ жылдар бойы мәдениет саласында абыройлы еңбек етті. Ұлттық құндылыққа толы, ұлттық рухты сақтап тұрған қасиетті өнерімізді дамытуға көп үлес қосты. Қазақтың сөз өнерін ғана емес, өнердің барлық түрін кемелдендіруге көп еңбектеніп, мол парасат пайымын оқырмандарға тарту еткен қаламгер деп те айта аламыз. Табылды поэзиясы күрделі, оның өлеңдерін шәй үсті оқи алмайсың. Белгілі бір тақырыпқа құрылса да, астарлы тарихқа, шежіреге ұйқасып жататындығы ерекшелік беріп тұрады. Патриоттық бағыттағы өлеңдері елдік болу үшін жүйесін тапқан. Бір сөзге тоқтай білер жоралы жұрт керек. Жұртты тоқтата алатын өнегелі сөз керек. Көш бағытын түзейтін көсем пікір қажет екендігіне бағытталған. Адами қасиеттерді жік-жігімен талдап көрсетер өнегелі өлеңдерінің өзі неге тұрады? Өлеңдерінде жақсылықтың тұсында жағаласпаған, жамандықтың тұсында табаласпаған қазақы болмыста, қазақы мінезді мақтан етеді. Ақын поэзиясындағы басты құндылық туған жер, ел, халық, оған деген махаббат. Осы қасиеттеріне қарасаң, Дендер топырағын мәңгілік мекеніне айналдырған Махамбет батырдың өр рухы, Төкпе ақын Мұрат Мөңкеұлының, Малайсары бидің ақындығы, тектілігі, сал серілігі ағамызға дарып, жүрегіне ұялаған ба дерсің. Табылды өз биігіне өзі көтерілген адам, өмірінің соңына дейін өз биігінен төмендемеген адам. Енді оны биіктетіп тұрған асыл мұрасы мәңгілік болсын. Махамбетше сілтейтін, отты өлеңдерін гитарамен қосылып айтқанда, түсінген адамның арқасын шымырлатып, сезіміңді селт еткізетін, әйтеуір бей-жай қалдырмайтын, алтышекті гитараға жан бітірген көрнекті композитор. Туған халқының тілін, оның тарихын, мұрасын, жанындай жақсы көрген тау тұлғалы Табыл ақынды өлді деп айтуға ауыз бармас. Ең бірінші оның артында оны жоқтайтын елі бар, отбасы бар. Оның атын мәңгілік етіп тұратын өлмес мұрасы бар. Табылдының жүрегін жарып шыққан шымырда шыншыл шығармалары бүгінде әр қазақтың жүрегінде сайрап тұр. Әндері шартарапқа таралып, шырқалып жатыр. Оның атындағы шығармашылық кештер мен фестиваль, конкурс, байқаулар бір толастамастан өтіп жатыр. Туған елінің ыстық ықыласы мен сүйіспеншілігіне бөленген азаматқа туған жер төсінен ескерткіш орнатылды. Сондықтан Табылдыны өлді деуге болмайды. Мынау тұрып жатырған ескерткіш және Мұрат Мөңкеұлындай дүлдүлменен қатар орнатылып жатыруы, мынау туған жер ата қонысының төрінде ескерткіш болып қайтадан түрегелуі, бұл сол ұлтының, елінің қапыда көз жазып қалған, кезінде қадіріне жете алмай қалған керек болатын болса, елінің бір ықыласы, шын махаббаты. Енді ол махаббатқа лайықты болған ұлын, ол халық өзі тірі тұрғанда аясында өлтірмейді. Сондықтан
табылдың ескерткіші келер ұрпақтың рухын оятатын, келер ұрпақтың басын қосатын бір дүние болып тұрғай ортамызда. Әр заманның батыры болады. Ал табылдыны қарасақ, ол қай жағынан болса да, өлең жағынан болса да, былай өзінің жеке басын алып қарасаң да бір батыр сияқты тұлға. Содан кейін өзінің жеке тұлғасын тек қана ол гитарамен өлең айтатын адам емес, оның ақын екенін қолына кітап беріп, оның тұрысын, жүріс тұрысын зерттегеннен кейін сол тұрысының өзінде солай образын алдым. Қасына 4,5 метрлік стелла жасадым. Оны өйткені 45 жасында қайтыс болады, сол метр 4,5 метр алып, сол сынған ең жоғары жағына 1,5 метр сынған гранитті қостық. Үстіне құспен общий жалпы композициясын байланыстырып, қарлығашты алдым. Бұл ғұмырдың соңы қайға басы құт. О табылды, нең бар еді асығып. Деден қағып, мұқаңдардың соңынан сен де кеттің, гитараңды асынып. Біздер қалдық, бүтін өлең жартақыл, талаптыға берілмейді бата құр. Жай табенді, жоғарыға жайғасып, қазағымнан тұңғыш шыққан барт ақын. Алтынның да алтындығын сынармыз, сені жоқтап жыр жазармыз, тынармыз. Толағай боп тумадым деп өкінбе, табылды боп туғаныңа мың алғыс. Табылды боп өлгеніңе мың алғыс.